Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге жасалуы оңай, дәмі ерекше дәмді болып шығатын өзбек ұлтының ұлттық тағамы хамир хасиб дейтін тағамды дайындайтын боламыз. Бір жесеңіздер, бұл тағамды тоқтай алмайсыздар. Қамырды илейтін ыдысымызға 600 грамм ұнымызды салып аламыз, және де шұңғыл ыдысқа 300 мг жылы суымызды, бір жұмыртқаны, 1,5 шай қасық тұз саламыз. Жұмыртқаның менде ішінде егіз шықты. Жақсылап араластырамыз біркелкі болғанша. Араластырып алғаннан кейін ұнымызға жайлап құйып отырып, біртіндеп құйып отырып, қамырымызды илейміз. Барлық қажетті заттардың мөлшерін описаниеге жазып кетемін. Қамырымызды илеп алғаннан кейін, біріккеннен кейін 5 минуттай осылай қайтарып илейміз. Қамырымызды қайтарып илеп алғаннан кейін, қамырдың бетін жауып 20 минутқа тынықтыруға қойып қоямыз. Бізде қамырымыз осындай бір тегіс болып шығады. Салмасын дайындап аламыз. 400 грамм тартылған етімізге 3 орташа жуаны 4 бұрыштап, көбіктеп, майдалап тураймыз. 100 грамм құйрық май немесе іш май қосып, тұз бұрышын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Және де 2 ас қасық салқын су қосып, 100 грамм піскен күрішімізді қосамыз, және де тағы да араластырып аламыз. Салмасы осымен бізде дайын. Қамырымыз 20 минут тұрды. Қамырымызды бір қайтарып жібереміз де, осылай күлшелерге бөліп аламыз. Қамырымызды мантының қамыры сияқты, еттің қамыры сияқты жұқалықта жаямыз. Қамырымызды жұқайтып жайып алғаннан кейін, мантының қамырын кескендей етіп, кесіп шығамыз 4 бұрыштап. Тақтайымызға қамырларымызды жайып шығамыз, және де бір жақ шетіне фаршымызды бір ас қасықтан салып отырамыз. Шетіне салу себебіміз орауға ыңғайлы болу үшін. Осылай бір ас қасықтан ұштарына салып шығамыз. Салмасын барлығына салып шыққаннан кейін қамырларымызды видеода көрсетілгендей етіп ораймыз. Манты қазанымызды майлап, бір-бірінен алшақтау етіп орналастырып шығамыз. Қамырларымызды бүгілген жағын, яғни ұшы шығып тұрған жағын ашылып кетпес үшін астыңғы жағына қарай қаратамыз. Толықтай барлығын орап алғаннан кейін орташа отта 45 минуттай пісіреміз. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Бұл тағамды майонез, қаймақ және де соустардың, аскөк қосылған және де сарымсақ қосылған соустармен ұсынсаңыз болады. Дәмді болып шығады. Каналға жазылыңыздар. Ас болсын.